Қайырлы күн оқушылар. Сіздермен информатика пәнінің оқытушысы Сая Жанарбек қызы. Сіздермен өтетін алғашқы тақырыбымыз эргономика дегеніміз не? Сабаққа кіріспестен бұрын сұрақтарға назар аударайық. Компьютермен жұмыс істеу қауіпсіздігі туралы не білесіңдер? Жақсы, келесі сұрақ. Түрлі салаларда адам денсаулығын сақтауға, қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жағдайларды мысал ретінде келтіре аласыңдар. Бірінші суретке назар аудара отырып, жауап берейік. Жақсы. Олай болса, сабақты кеңінен түсіну үшін эргономика ұғымына назар аударайық. Эргономика ғылымы өткен ғасырдың 50-ші жылдары қалыптасқан. Техника мен технологиялық процестердің дамуы нәтижесінде адам өмірінде машинелердің рөлі күшейді. Бұл ғылымның мақсаты жұмыс ортасын құру кезіндегі тиімділік пен жайлылықты жақсарту бойынша ұсыныстар беру. Эргономика ұғымын қысқаша алғанда, жұмыс орнын қолайлы ұйымдастыру, жұмыс орнында пайдаланатын заттардың, жиһаздардың тиімді жобалануы және акты құрылғыларының қолдануға ыңғайлы етіп жобалау. Эргономика грек тілінен аударғанда эргон жұмыс, номос заң дегенді білдіреді, немесе жұмыс заңы деп атасақ та болады. Эргономика адам, технология, қоршаған орта жүйесіндегі жұмысының қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз етілуін жан-жақты зерттейтін ғылым саласы. Келесі ұғымға назар аударайық. Компьютер эргономикасы. Еңбек өнімділігін арттыру мен ыңғайсыздықты жою мақсатында жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру туралы ғылым. Қазіргі уақытта компьютерлік жабдықтар мен жиһаз өндірушілер эргономикалық талаптарды ескере отырып, эргономикалық үстелдер, эргономикалық пернетақталар, эргономикалық орындықтар жасап шығаруда. Келесі тапсырманы орындау барысында жоғарыдағы айтылған ұғымдарды ескере отырып, келесі тапсырмаға көшейік. Алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған іс-әрекетті кестеге толтырайық. Бірінші, электр тоқымен зақымданғанда, екінші, күйіп қалғанда, үшінші, талып қалғанда және төртіншіден, тыныс тарылғанда. Осы жағдай кезінде қандай алғашқы жәрдем бере аламыз? Кестемізге толтырып шығайық. Жақсы оқушылар, электр тоғымен зақымданғанда электр құрылғыларын өшіру қажет. Күйіп қалған жағдайда тыныштандыратын дәрі беру қажет. Талып қалған жағдайда тегіс жерге жатқызып, басын солға бұру қажет. Тыныс тарылған кезде адамның кеуде тұсынан бір қалыпты ырғақпен басу қажет. Сабақ аяқталды. Келесі кездескенше.